Қайырлы күн, 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Кеңес одағының фашистік Германияға қарсы соғысы неліктен Ұлы Отан соғысы деп аталды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге кеңестік жауынгерлердің Ұлы Отан соғысы шайқастарындағы ерен ерліктеріне баға береміз, тылдағы еңбеккерлердің жеңісті жақындатуға қосқан үлестерін талдайтын боламыз. Ұлы Отан соғысы атауы алғаш рет радиодан Левитанның дауысымен берілді. Диктор Сталиннің КСРО азаматтарына үндеуін оқығанда мәтін мынадай сөздермен аяқталды. Кеңестер халқының неміс фашист басқыншыларына қарсы Ұлы Отан соғысы басталды. Біздің ісіміз әділ, жау талқандалады, жеңіс біздің жақта болады. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Гитлердің жоспары бойынша неміс әскерлері қысқа мерзім ішінде Қызыл армияны талқандап, Кеңестер одағын жаулап алуы тиіс еді. Үшінші рейх кеңес халқының басым бөлігін жойып жіберіп, қалғанын жұмыс күші ретінде қалдыруды жоспарлады. Жеңілген жағдайда Кеңестер одағын осындай бұлыңғыр болашақ күтіп тұрды.
Барбаросса стратегиялық жоспарына сәйкес фашистер танкілер тобының қолдауымен кеңестік жаяу әскердің негізгі бөлігін жойып жіберуді көздеді. Бұл үшін Германия әскері үшке бөлінді. Солтүстік армиялар тобы Ленинградты, орталық армиялар тобы Мәскеуді, оңтүстік армиялар тобы Киев пен Донбасты бағыт қалды. Генерал фон Дидл мен фельдмаршал Маннергеймнің армиялары Мурманск, Ақтеңіз бен Ладога көлін нысанаға ұстанды. 1941 жылдың 22 маусымында таңғы сағат 4-те фашистік әскерлер Кеңестер одағына басып кірді. Фашист басқыншыларының жолындағы алғашқы кедергі Брест бекінісі болатын. Алғашқы күннен кеңестік жауынгерлер тарапынан қатты қарсылыққа кездесеміз деп немістер мүлдем ойламаған еді. Бекініс қорғанысын майор Петр Гаврилов басқарды. Кеңестік жауынгерлер ауыз су мен азық-түліктің таусылғанына, оқ-дәрінің азайғанына қарамастан дұшпанның шабуылын ерлікпен тойтарып тастады. Брест бекінісі кеңестік жауынгерлердің шайқасқа қабілеттілігін дәлелдеп берді. 1941 жылдың 19 қыркүйегінде гитлершілер Украина астанасы Киев қаласына кірді. Неміс әскері қаланы тонап, ғимараттарды жермен жексен етті. Тұтқынға түскен 200 мыңға жуық тұрғынды қаланың сыртына шығарып қырып тастады. Гитлерлік Германия осынау қанды қасап арқылы КСР аумағында қандай жаңа тәртіпті орнатуды көздегенін көрсетті. 1941 жылдың қазан айында Вязьма түбіндегі сұрапыл шайқаста 380 мың кеңес жауынгерлері өлтіріліп, 600 мыңы тұтқынға түсті. Ел астанасы Мәскеу қаласына 200 шақырым ғана қалды. Апаттың ауқымын сезінген Сталин Мәскеудің қорғанысын ұйымдастыру үшін Ленинград қаласындағы ұрыстарды басқарып жүрген генерал Жуковты жедел шақыртып алды. Жуков қысқа мерзім ішінде әскери күшті Мәскеуді қорғауға жұмылдырды. Әскер ішіндегі тәртіпсіздікті тыйып, қатаң шаралар қолданды. Нәтижесінде Астанаға таяп келген гитлерлік әскер Мәскеу қаласынан 120-150 шақырымға дейін шегіндіріліп тасталды. Бұл Екінші дүниежүзілік соғыстағы неміс әскерінің тұңғыш рет маңдайының тасқа тиіп есеңгіреуі еді. 1942 жылдың 28 маусымында неміс әскері Блау деп аталатын жаңа әскери операцияны бастады. Олар Сталинград пен Солтүстік Кавказға күшті шабуылдар жасау арқылы жеңіліп бара жатқан әскердің рухын көтергісі келді. Кеңес әскері кейін шегіне бастады. Осы кезде Сталиннің нөмірі 227-ші бір қадамда шегіну болмасын деген қаһарлы бұйрығы шықты. Шепті тастап шегінгендерді дезертир деп жариялап, тәртіпті қадағалаушы арнайы жасаққа қорқақтарды тергеусіз, сотсыз атып тастауға айрықша құқық берілді. Сталинград қаласын Радимцев, Шумилев, Чуйковтың дивизиялары қорғады. Кеңестік жауынгерлерді Сталиннің бұйрығы қорқыта алмады. Олар шын мәнінде Волга өзенінен дұшпан өтсе, тылға қатер төнетінін терең түсінді. Жауынгерлер Сталинград қаласындағы әрбір үйді қасықтай қандары қалғанша қорғады. Сталинград шайқасы барысында Қызыл армия фашистерді қоршап, құртып жіберуге мүмкіндік алды. Майдандағы маңызды стратегиялық шайқас Курск қаласының түбінде өтті. Вермахтың цитадель жоспарына сәйкес, әуеде бомбалаушы ұшақтардың қолдауымен жерде танктерді қолданған сұрапыл шайқас 1943 жылдың 5 шілдесінде басталды. Қаланы қорғауды генерал Ватутин қолына алды. Жауынгерлер қорғанып қана қойған жоқ, қарсы шабуылға да шыға білді. Курск доғасындағы шайқас нәтижесінде Қызыл армия майдандағы тізгінді енді өз қолдарына алды. Алдағы уақытта кеңес жауынгерлері орасан зор материалдық және адам шығынына қарамастан өз елінің аумағын ғана емес, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Югославия, Австрия, Шығыс Германияны фашистік басқыншылардан азат етті. Шығыс майданда Қызыл армия Германия мен оның одақтастарының 607 дивизиясын жойып жіберді. Германияның қарулы күштері өздерінің 73% әлеуетін осы шығыс майданда жоғалтты. Кеңестік жауынгерлер Отан соғысында қаһармандықтың қайталанбас үлгілерін көрсетіп, ерліктері үшін ордендер және медальдармен марапатталды. Соның ішінде 11739 адам Кеңестер одағының батыры атағына ие болып, алтын жұлдыз медалін кеуделеріне қадады. Тапсырма.
Тыңдалған ақпаратты қорыту үшін Кеңес одағының фашистік Германияға қарсы соғысы неліктен ұлы отан соғысы деп аталды сауалына Попс формуласы арқылы жауап берейік. Фашистік Германия КСРО-ға соғыс жарияламастан тұтқиылдан шабуыл жасау арқылы елдің батыс шекарасындағы тұрақты армияларды тұтастай құртып жіберді. Ірі мөлшердегі қару-жарақ, оқ-дәрі қоймаларын, техникаларды қолдарына түсірді. Әрине, Кеңестер одағына қосымша мобилизация жариялап, адам шығынының орнын толтыруға болушы еді. Бірақ қысқа мерзім ішінде әскерді техникамен қамтамасыз ету күн тәртібіндегі басты мәселеге айналды. Алайда, алдында КСРО-да сәтті жүзеге асырылған экономиканы индустрияландыру нәтижесінде бұл қиындықтар да еңсерілді. Соғыс жылдары КСРО-ның индустриалды аймақтары жаудың қолында қалды. Ал мұнда барлық тұрғындардың 42% өмір сүріп жатқан еді. Соғыс уақытында тылдағы бейбіт тұрғындар майданды азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек, оқ-дәрі, қару-жарақпен, зауыт-фабрикаларды шикізатпен тоқтаусыз қамтамасыз етті. Кәсіби мамандар әскери қызмет атқарудан босатылды. Соған қарамастан олардың көпшілігі ерікті түрде майданға аттанды. Енді майданға аттанғандардың орнын жасөспірімдер мен әйелдер алмастырды. Соғыс мақсатындағы зауыттардың жұмысшылары тәулігіне 11-15 сағаттан еңбек етті. Кейбір жағдайларда 18 сағат өндіріс орындарында қалу бұйырылды. Еңбек тәртібін бұзған алғашқы жағдайда жұмыскерге қатаң ескерту берілді. Егер екінші рет қайталанса, азық-түлік талонынан айырылды. Зауыттарда күндік жоспарды еңсермеу майдандағы бұйрықты орындамау мен пара-пар есептелді. 1941 жылдың екінші жартысында КСРО-ның батыс аумағындағы зауыттардың 80% қауіпсіз аймақтарға көшірілді. Соғыс қажетін қанағаттандыру үшін билік өзің үшін ғана емес, майданға кеткен жолдасың үшін де еңбек ет деген ұранды көрнекті жерге іліп қойды. Енді жұмысшы бір ауысымда 2 адамның күндік нормасын орындауға көшті. Мәселен, Орал вагон зауытының жұмыскері Босый станокта бірнеше бөлшекті өңдеп, бір ауысымда жоспарды 1480%-ға орындады. Осылайша өндірісте мыңдықтар қозғалысы басталды. Әскери медицинаның дамуына дәрігер-оташы, Сталиндік сыйлықтың иегері Вишневский зор үлес қосты. Оның қолданысқа енгізген жаралыға жедел қан құю, жарақат орнын жансыздандырып таңу әдістері отқа күйуден, қансыраудан болатын қайғылы жағдайларды күрт азайтуға септігін тигізді. Микробиолог, эпидемиолог, Сталиндік сыйлықтың иегері Ермолева пенициллин негізінде дәрі ойлап тауып, миллиондаған жаралылардың жанын аман алып қалды. Соғыс жылдарында 16 миллионға жуық адам тылдағы ерліктері үшін 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы ерен еңбегі үшін медальдарымен марапатталса, 199 адам социалистік еңбек ері атағына ие болды. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты ой елегінен өткізіп, бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін ұранына талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма. Ұлы Отан соғысына қатысқан туысқаныңыздың фотоларын, хаттарын, марапат құжаттарын, ол туралы естеліктерді жинап, ер есімі ел есінде атты қабырға газетін дайындаңыз.